Кеттік. Toyota. Қандай ма? Innova. Toyota Innova деген. Бізде жоқ бір машина бар. Бізде жоқ Highlander мен RAV4 дейм ба, сондайдың қосындысы ғой примерно. Бізде бар машиналар редкость мына жақта. Өздерінің Winfast деген машиналардың өзі чувствует. Мына көріп тұрам, мысалы Outlander обычныйға біздікіне келмейді, мысалы задний фарлары. Бүйтіп машинаны бай қысып тастай ма сондай ғой, көше тар болғаннан кейін ба. Андай широкий емес та машиналар. Ну, бар, конечно. Range is range дейді ғой, любой жерде range-та. Бүгін біз японский магазинге, ресторанға келдік. Бұл жерде бағалары арзан екен. Бұл жерде мысалы мынадай жареме креветки алдық. 2000 теңге ма бағасы. Сосын мынадай алдық міне. Осындай корабликпенен комбо. Бағасы 159 мың дон дейді. Ол сонда қанша теңге? 3000 теңге ма? 3000 теңгеде тұрады. Сосын бағалары прям өте тиімді. Қатты арзан. Қымбат деп айтуға келмейді. Басқа да заттар бар, жегіңіз келсе. Выбор көп. Осындай коктейльдері бар, колалары бар. Бірақ бізге осы коктейльдер ұнайды, бағасы қымбат емес. 1000 теңгеге де жетпейді даже. Өте арзан. Примерно бағалар 500 теңге, 700 теңге, но біздегідей 2,5-3 теңгелік өтірік химия қосылған, мысалы. Не дешево, ладно. Коктейль. Тетрапакет соқ па? Жоқ, тетрапакет соқтан бөлем. Лимонадтардың бәрі не ғой? Иә. Біз Вьетнамға келгелі осы антисептикті қолымыздан тастамай жүрміз. Қайда барсақ та, өйткені көшелерінде крысалар жүреді, таракандар жүреді, ішінен қорқасың. Балаларға энтерожермина, сондайларды толтырып алып алдық. Антисептик любой жерде бірінші обработка жасаймыз. Мына жердің атмосферасы прям японский стилде атмосферно. Міне біздің тапсырыстарымыз келе бастады уже. Жалғас қалайдамын? Дәмен күшті ғой. Чанктың сушыларына ұқсайды. Дәмі күшті, біздің керемет дәмді қымбат ресторандарымыздың дәмі бірде. Ананасовый, фреш. Күшті достар. Осындай креветки алдық. Дәмі өте дәмді. Қаралески. Тамағымызды ішіп болдық. Жаңағы ресторанның жанында міне осындай храм бар екен. Жаңбыр жауып өткен дала. Әлі де ыстық, салқын емес. Ыстық дегенде Қазақстанда даже кейде бұдан ыстық болатын шығар. Ауасы қолайлы, балалардың мұрнынан тұмау батып сөйтіп келген болған. Мұрындар тоқтап қалды ғой. Міне осындай киімдер сатады. Бағалар өте арзан. Міне спальный гарнитурлар да сатады екен. Той көйлегі менен қыздар жүр. Жігіт аяқ киімін шешіп кіріп жатыр. Міне. Бұл қалада осындай мотоциклменен жүретін адамдар көп. Негізі қала сондай кіші ластау, но бірақ былай қарап тұрсаң дамып кеткен тоже. Машина шығарады,